Пайғамбарымыз бір істі бұйырды. Ол һәм дүние, һәм ақирет азығы. Ол не? Алланы көп зікір ететін дәреуіштердің сұхбатынан қалмау. Жұмыс істесе де, істемесе де шаршап жүретін пендені Құдай Құранда қандай хайуанға теңеді? Итке. Үстіне жүк артсаң да, жүк артпасаң да, тілі салақтап жүреді. Қай киімнің қалтасы жоқ? Кебіннің қалтасы жоқ. Төрткүл дүниенің байлығын иеленсең де, ақыретке бір сабақ жіп алып кете алмайсың. Адамның өліп, ақиретке қайта тірілуін еске салатын не нәрсе? Құрт пен көбелек. Алманың ішіндегі құрт ұшамын деп ойламай. Өз кебінін өзі тіккенін сезбей. Бірақ өліп қайта тірілгенде көбелек болып ұшады. Ақыр заманға дейін өзгермейтін не? Ол киелі нұр ардағын кәләм шәріп Құран кәрім. Бір әрпін 70 000 періште қорғайды. Аңдап оқыған